Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге тіршілік каналы. Түсіңізде тамақ ішсеңіз, тамақ көрсеңіз қалай жоруға болады? Егер кісі түсінде аш ішсе, онда ол өңінде мол дәулетке ие болады. Егер кісі түсінде піскен ет жесе, онда ол өңінде ішіп жемін көбейгенін көреді. Егер кісі түсінде палау мәнті жеп, сүт ішсе, онда ол өңінде барлық тілегіне жетеді. Егер кісі түсінде құрма жесе, онда ол өмірде ұзақ жасайды. Егер кісі түсінде жүзім жесе, онда оның өмірде бағы жанады. Егер кісі түсінде қауын немесе қарбыз жесе, онда оның досы байиды. Егер кісі түсінде алма жесе, онда ол өңінде тілегеніне жетеді. Егер кісі түсінде шабдалы жеп жүрсе, онда ол екі дүниеде де бірдей шат-шадымар ғұмыр кешеді. Бұл түс өңге айналу үшін аз дегенде бір күн ораза ұстау қажет. Егер кісі түсінде грек жаңғағын жесе, онда өңінде оның жем қоры мол болады. Егер кісі түсінде анар жесе, онда ол өңінде байиды. Егер кісі түсінде бидай көрсе, онда ол өңінде тілеген тілегіне жетеді. Егер кісі түсінде тары көрсе, онда ол өңінде бақытты болады.